Бүгінде энергияны үнемдеу мен энергия тиімділігіне қатысты мәселелер халықаралық деңгейде де Қазақстан көлемінде де өзекті болып қалып отыр. Қазақстан Республикасының үкіметі еліміздегі энергетикалық ресурстардың қоры жеткілікті екендігіне және энергетикалық инфрақұрылымның дамығанына қарамастан қуат үнемдеу ісіне баса мән беріп, энергияның тиімділігін одан әрі арттыруды энергетикалық саясаттың басым тұсы ретінде қабылдады. Бұл мақсатқа жету үшін 2013 жылы Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу концепциясы қуат үнемдеу 2020 республикалық бағдарламасы бекітілді. Сонымен қатар қуат үнемдеу және қуат тиімділігін арттыру туралы заң қабылданды. Сонымен қатар 2017 жылы Астанада болашақ энергиясы тақырыбына арналған Экспо халықаралық көрмесін өткізуде жоспарланып отыр. Компания алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға үлес қосу үшін бар күшін салуда. Осыған байланысты тәуелсіз үшінші тараппен КПО-ның барлық нысандарында энергия аудиті жүргізілді. КПО Қазақстанда мұнай-газ секторындағы компаниялардың ішінде энергия аудитінің қорытынды есебін алған алғашқы компания. Энергия аудитінің нәтижелерін мынадай көрсеткіштермен баяндауға болады. Отын энергетикалық ресурстар шығынының пайыздық көрсеткіші өндірілген өнімнің 2,4% құрады. Ал бұл КПО-ны мұнай-газ саласында энергияны тиімді пайдаланатын кешен екендігін білдіреді. Өйткені әлемдік мұнай-газ саласында бұл көрсеткіш 2%-дан 6%-ға дейінгі межеде. Энергия аудиттің нәтижелері негізінде 2016-2020 жылдарға қуат үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жоспары әзірленіп бекітілді. Бұл жоспар компанияға энергия тиімділігі көрсеткіштерін жақсартуға және одан әрі жетілдіруге мүмкіндік бермек. Компания ISO 50001 халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес энергетикалық менеджмент жүйесі енгізіп жатыр. Энергетикалық саясат әзірленіп бекітілді. Энергия анализ өткізілді. Энергетикалық менеджмент саласында мақсаттар, міндеттер мен әрекет ету жоспарлары айқындалды. Энергетикалық менеджмент жүйесінің енгізілуі КПО-ға энергия тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға тиетін әсерді және парниктік газдың шығарылуын азайтуға, энергияны үнемдеуге негізделген өндіріс мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Компания энергетикалық нәтижелілікті үздіксіз жақсартуда және Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуіне атсалысуын жалғастыра түседі. Ал бұл компанияның мұнай-газ секторында көшбасшы екенін тағы бір мәрте айқындайды.